Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын салатты жасайтын боламыз. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұл салат жасау үшін бізге піскен тауықтың еті, ірімшік, пеште кептірілген нан, жұмыртқа, мак, майонез және қызанақ керек болады. Ең алдымен тауықтың етін турап аламыз. Бұны суда пісіруге болады, немесе дайын ысталған тауықтың етін де қосуға болады. Барлығын осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Одан кейін тарелкамызға осындай форманы қойып, ішіне жаңағы тураған тауықтың етін саламыз және тегістеп шығамыз. Форма салу міндетті емес, жақсылап тегістегеннен кейін үстіне майонез жағамыз. Одан кейін қызанақты да 4 бұрышты формада турап аламыз. Турап алғаннан кейін жаңағы тауық етін үстіне салып тегістейміз. Осылай шырынымен салған жақсы, сол кезде дәмді болады. Салып тегістеп алғаннан кейін үстіне майонезді ағызып шығамыз. Одан кейін алдын ала пісіріп алған жұмыртқамызды да 4 бұрышты етіп турап, қызанақты үстіне саламыз және тегістеп алып үстіне майонез ағызамыз. Одан кейін күштен өткізіп қойған ірімшігімізді салып тегістейміз. Ірімшікті турап та салуға болады және үстіне тағы да майонез ағызамыз. Одан кейін ең соңынан осылай пеште кептіріп алған нанымызды немесе дүкеннен дайын керешкені салып, үстіп орналастырып шығамыз. Одан кейін формамызды алып тастаймыз. Ең соңынан макты себеміз, бірақ та бұл міндетті емес. Осымен жеңіл әрі дәмді салатымыз дайын болады. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.